Каспий KZ мобильді қосымшасында 270-ші нысандағы декларацияны қалай тапсырады? Мемлекеттік қызметтер сервисіне өтіп, 270-ші нысандағы декларация деп басыңыз. Декларация тапсыру деп басыңыз. Декларация түрін көрсетіңіз. Бастапқы, бірінші рет тапсырған кезде, кезекті, келесі салық кезеңі үшін. Қосымша, алдыңғы тапсырылған декларацияға өзгерістер немесе толықтырулар енгізу керек болғанда. Хабарлама бойынша қосымша декларация. Егер салық органы қатені анықтап, өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет болса. Есептілік тапсыратын кезеңді таңдаңыз. Сондай-ақ тұрғылықты жеріңізге қарасты салық органын қосыңыз. Өзіңіздің салық органыңызды 1414 нөміріне хабарласып біле аласыз. Деректерді басыңыз. Қазақстандағы және одан тыс жердегі мүліктен түскен табыс туралы мәліметтерді толтырыңыз. Табыс түрін таңдап, соманы енгізіңіз. Арғарай, егер болса, мыналарды көрсетіңіз. Сіз ол үшін салық төлемеген Қазақстандағы және одан тыс жердегі басқа табыс. Мысалы, егер үй қызметкері ретінде жалданған болсаңыз, күтуші, репетитор және тағы басқа. Өзіңіз басқарып отырған, не 25%-дан астам үлесін иеленіп отырған шетелдік компаниядан түсетін табыс. Сіз табысқа қарай түзетуді қолдана аласыз. Мысалы, алимент немесе депозиттер мен облигациялар бойынша пайыз. Және екі түрлі салық шегерімін қолдана аласыз. Стандартты, өзге. Мыналарды көрсетіңіз. Егер сізден Қазақстаннан тыс жерде табыс салығы ұсталса, мысалы, жалақыдан немесе инвестициялар бойынша дивидендтен. Жеке табыс салығы бойынша артық төлем. Жеке практика жүргізіп отырған тұлғаның табысы. Мысалы, егер адвокат болсаңыз. Сондай-ақ мынаны атап өту керек. Сіз мемлекеттік қызметші, ұлттық компанияның басшысы және қызметкері немесе олардың жақын туысы болып табыласыз ба? Егер сіз Қазақстандағы және одан тыс жердегі мүліктің иесі болсаңыз, сондай-ақ оны сатқан немесе берген болсаңыз, егер сізде Қазақстаннан тыс жердегі банктерде 1000 АЕК-тен астам ақша болса, жеке тұлғалар немесе компаниялар алдындағы қарыз. Оған Қазақстан банктеріндегі несиелер мен бөліп төлеу қосылмайды. Жеке тұлғалар мен компаниялардың сіздің алдыңыздағы қарыздары. Қазақстаннан тыс жердегі мүлкіңіз немесе активтеріңіз. Бақыланатын шетелдік компаниялардан түсетін табыс. Оған жалақы кірмейді. Деректерді тексеріңіз. Қажет болса, оларды өзгертуге болады. Растап, декларация тапсыру деп басыңыз. Құжаттарға Каспий электрондық цифрлы қолтаңба арқылы онлайн қол қойыңыз. Табыс пен мүлік туралы 270-ші нысандағы декларация тапсырылды. Каспий KZ қосымшасында 1 сағатта мемлекеттік органдардан есептің қабылданғанын растаған немесе себебін және одан әрі ұсыныстар көрсетіп бас тартқан хабарлама келеді. Осылайша Каспий KZ мобильді қосымшасында 270-ші нысандағы декларацияны оңай әрі тез тапсыруға болады.